Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай керемет нарының рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен өзімізге керек етімізді жақсылап 2-3 сағаттай қайнатып аламыз. Қамырын дайындаймыз. Ұнға жұмыртқамызды саламыз. Және 1 стакан ыстық суға тұзды салып араластырып барып ұнға құямыз. Жақсылап илейміз. Дайын болған қамырымызды 10-15 минутқа июі қанғанша бетін жауып қоямыз. Июі қанған қамырымызды дөңгелетіп, жұп-жұқа етіп шаямыз. Содан соң барып майда бөліктерге бөліп, қайнап тұрған суымызға қамырымызды салып аламыз. Қамырымызды үстел үстіне осылай жайып, арасына еттің майын жабып шығамыз. Және осылай дөңгелетіп орап шығамыз. Рулет сияқты қылып өзімізге турауға ыңғайлы етіп ораймыз. Содан соң қамырымызды осылайша турап шығамыз. Және етімізді де осылай ұзыншалап кесіп, және майдалап турап шығамыз. Содан соң барып етімізбен қамырымызды жақсылап араластырамыз. Біздің нарын дайын, бетіне қалауларыңызша қазы, қарта қойсаңыздар болады. Аз болсын.